Ассалаумағалейкум. Пайдалы кеңесте бір адамның анасы өмірден озған екен, бірақ оны ешкім білмейді, кредиті бар жоқ екенін, бірақ кредиті бар секілді дейді. Мұны қалай анықтауға болады? Және мұның жолдары қандай дейді? Және оны кім төлеу керек? Біріншіден, мұны анықтау үшін өздеріңіз мұрагер екеніңізді куәландыратын туу туралы куәліктердің барлығын тіркеп, арыз жазып, банкке, өздеріңіз жорамалдап отырған банкке арыз жазып анықтауға болады. Егер білмей жатсаңыздар, онда оны сіздер өзіңіз қаржылар реттеу агенттігі бар, Первый кредитный бюро деген бар, соларға жолдап хатты анықтауға болады. Егер де сірә болмай жатса, онда нотариус арқылы хат жолдауға болады. Сөйтіп, ол кісінің артында кредит бар, жоқ екенін білуге болады. Енді кредитті мұндай жағдайда кімдер төлейді? Кредитті мұрагерлер төлейді. Қай мұрагерлер төлейді? Мұраны қабылдаған мұрагерлер төлейді. Мұрагерлер дегеніміз кімдер? Қайтыс болған адамның әке шешесі, әйелі, туған балалары. Осылар мұрагер болып табылады. Мұрагерлік адамның мұрагер екені қайтыс болған адамның немен дәлелденеді? Ол туу туралы куәлікпен және неке туралы куәлікпен. Міне, осы құжаттар болса, сіз мұрагер болып табыласыз. Және соның негізінде мұра қалдырушы дейміз, қайтыс болған адамды соған қатысты барлық мәліметтерді білуге сіздің құқықтарыңыз бар. Өйткені сіз мүдделі тұлға болып табыласыз. Және де банкке де ол тиімді. Тек банктың сауатсыз, біліксіз қызметкерлері нотариустен қосымша мұрагерлік куәлік әкел деп айтуы мүмкін, сіздің мұрагер екеніңізді дәлелдейтін. Алайда сіздер талап етесіздер, қай заңның қай нормасында көрсетілген мұрагердің мұрагер екенін растайтын нотариустың заң бойынша нотариустың беретін мұрагерлік куәлігі деп. Сіздердің мұрагер екеніңізді растайтын, туысқандық қатынастарыңызды көрсететін, ол азаматтық хал актісі болып табылатын туу туралы куәлік немесе неке куәлік болды. Сіздің мұрагер екеніңізді растау үшін нотариустен мұрагерлік куәліктің әкелудің қажеті жоқ. Екінші, банк қызметкерінің сауатсыздығы мен біліксіздігінің деңгейін көрсететіні, ол біреудің қарызын жабуға ықтиярлы бола ма? Әрине жоқ. Және де банкке кім төлесе де бәрібір емес пе? Кім, даже тіпті мұрагері болмаса да бәрібір. Бастысы олардың өздерінің берешектері өтелгені, олардың осы жерде ақымақтығы. Үшіншіден, жаңа айтып өткендей, банктің кредитті, яғни қайтыс болған адамның кредитін өтеу үшін мұрагердің мұрагер болуы, оның жаңа нотариустен мұрагерлік куәлік әкелуі қажет емес. Ол заңда бекітілген. Және қайтыс болған адамның қарыз алушының деліп, банктегі есепшоттар жөнінде, оның берешегі жөнінде мәліметтерді мұрагерге беруге болады. Ол заңда көзделген. Сондықтан, егер де сізде заң компаниясы айтты, осы туу туралы куәлікпен бардық, бірақ алайда банк нотариустен қосымша куәлік әкел деп айтып тұр деп, және бізді кінәласаңыздар, онда сіздердің әрекеттеріңіз дұрыс болмайды. Бұл жерде кінәлау керек кімді? Банкты. Қарапайым нәрсе. Сіздің оның қайтыс болған адамның баласы немесе әйел екеніңізді растайтын құжат тек қана туу туралы куәлік, тек қана неке куәлік. Соны есте ұстаңыздар. Жақсы ағайын, осы видеоны барынша көпшілікке таратайық. Қайтыс болған осындай бауырлары, туысқандары, әке шешесі болып, олардың артында кредит қалған болатын болса, не істеу керек екенін біліп, құқықтық сауаттылықтары ашыла берсін. Сонымен бірге осы видеоның соңында айтып кеткім келіп тұр, осы қайтыс болған адамдардың артында қалған кредиттерді сауатты өтеудің кейсі бар. Оның ішінде нақты қадамдар көрсетілген, қандай арыздар, қайда жүгіну керек, қалай жолдау керек, не істеуге болады, сандалып жүру керек па, керек емес па, соның барлығы көрсетілген. Одан да сіздер соны алыңыздар, оп-оңай WhatsApp-қа жазасыздар. WhatsApp-қа жазған кезде осы кейс керек екенін айтасыздар, ақшасын төлейсіздер, аласыздар. Кәдімгідей сандалмайсыздар, шаршамайсыздар, тіпті оқисыздар, көресіздер, көздеріңіз ашылады, сауаттарыңыздың көкжиегі кеңейе береді ағайын. Сонымен осы видеоны таратайық. Барынша көп мұсылмандар қарыздан құтылудың ыңғайлы және жақсы тәсілдерін үйрене берсін. Бәріміздің құқықтық сауатымыз ашыла берсін ағайын. Оған көмектесейік бір-бірімізге.